Өсімдіктің мүшелері қандай қызмет атқарады? Сен бүгінгі сабақта өсімдіктің мүшелері ұғымымен танысасың. Өсімдік қай жерде өседі? Ол күрделі тірі ағза. Өсімдіктер әртүрлі болады, бірақ олардың мүшелері бірдей. Олар гүл, сосын жапырақ, сосын сабақ, және тамыр, жеміс және тұқым. Өсімдіктің әр мүшесіне атқаратын қызметі бар. Тамыр тірек қызметін атқарады. Өсімдікті топыраққа бекітеді. Топырақты сумен қоректендіретін заттарын сіңіреді. Сосын сабақ тірек қызметін атқарады. Сумен пайдалы заттарды өсімдіктің басқа мүшелеріне жеткізеді. Жеміс дәндерді бүлінуден қорғайды. Жапырақ оның көмегімен өсімдіктерді қоректенеді, тыныс алады және күн жарығын сіңіреді. Сосын гүл жемістер мен дәндерді қалыптастыру үшін қажет.